Bluetooth'da теміржол платформаларында қолдансаңыз жоғарғы вольтты кабельден тоқ соғу мүмкін. Жақында желі қолданушылар арасында осындай ақпараттарды дәлел ретінде теміржол бойында тұрған адамның құлаған сәті бейнеленген. Ақпарат қаншалықты рас, Bluetooth расымен осындай қауіп төндіруі мүмкін бе? Бірге тексерейік. Видеодағы адамның темір жолға құлауына Bluetooth'дың еш қатысы жоқ. Үндістандық медианың хабарлауынша контролердің үстіне тоқ кабелі түскен. Оқиға Үндістандағы Харагпур темір жол станциясында болған. Сонымен қатар, халықаралық комиссия өкілдері Bluetooth пен темір жол құрылғылары пайдаланатын радио жиілігіндегі электромагнитті өрістер адамға зиян келтірмейтінін айтты. Ал видеодағы зардап шеккен адамға көмек көрсетіліп, жағдайы жақсарған. Оның денсаулығына алаңдауға ешбір негіз жоқ. Ал кабельдің үзілу себебі уже анықталып қойған. Осы тұста Bluetooth'дың оқиғаға еш қатысы жоқ екенін қайталап айтқым келеді. Құрметті достар, каналға тіркеліңіздер, желіде тараған хабарламаны оқығанда жан-жақсы тексеруді немесе дәлелін таппасаңыз, бізге хабарласуға болатынын ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.